Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Альмира. Бүгін осындай қарапайым судан жасалатын блинчиктің рецептімен бөлісетін боламын. Ешқандай сүтті қажет етпейтін, қатпайтын, сынбайтын өте ерекше рецепттің бірі деп айта аламын. Олай болса менімен жасап көріңіздер. Ең алдымен 2 жұмыртқаға қантты қосып, жақсылап қанты ерігенше араластырып аламыз. 3 ас қасық қант қостым. Егер тәтті болған қаласаңыздар, тағы да біраз қант қоссаңыздар болады. Енді осы араластырған массаның үстіне 3 ас қасық сұйық майды қосып, тағы да венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Және де үй температурасында тұрған 250 мл салқын суымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп, өлшеп дайындап қойдым. Ұнды 2-3 бөлікке бөліп, ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп, венчиктің көмегімен араластырып шығамыз. Видеоның астына қажетті заттардың мөлшерін жазып қоямын. Сол жерден нақты көре аласыздар. Ұнды қосып араластырғанда ең бастысы түйіршіктер қалмауы керек. Келесі қайнаған ыстық 250 мл ыстық суымызға 1 ас қасық содасын салып жақсылап араластырамыз. Осыны енді массамызға үздіксіз араластыру арқылы құямыз. Сол кезде біздің блиннидан ас содасының дәмі шықпайтын болады. Барлығын араластырып болдық. Осындай сұйық біркелкі масса шығады. Мінекей өте әдемі шықты. Енді біз табамызды қыздырамыз. Оның үстін сұйық маймен ең алғашқысында майлаймыз да, одан кейінгі басқаларына майлаудың қажеті жоқ болады. Таба қатты қызып тұру керек. Сол кезде біздің блинчиктарымыз көп тесігі бар және де жұқа дәмді болып шығады. Дәл видеода көргендеріңізде шетін біраз ашып алып, екінші жағына аударып пісіретін боламыз. Бар жоғы 1-2 минуттың ішінде бір блини пісіп шығады. Егер де сіздің жасаған блинчиктарыңыз жабысатын болса, ол сіздің табаңыздан болуы мүмкін. Онда әрқайсының алдында жұқалап май жағуға кеңес беремін. Бірақ өзім жасаған кезде алғашқысында ғана сұйық майды жұқалап жағып жасап, қалғандарында ешқандай майдың қажеті жоқ. Себебі блиннидің ішінде де бізде май қосқан болатынбыз. Дәл осы рецептімен жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде шығатынына сенімдімін. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер деген ойдамын. Өте дәмді әрі ерекше шыққан блинни болды. Бір жасағаннан ақ шығатыны сөзсіз. Табамызды қатты қыздырған кезде барып блинниді құйсақ, және өте жұқа қылып құю керек. Сол кезде осындай тескішелері көп болып шығады. Мінекей достар, біздің қарапайым сумен жасалған ерекше блинніміз дайын болды. Ешқандай сүттің қажеті жоқ. Жасап көруге кеңес беремін. Арасына өздеріңізге ұнайтын начинкамен де орап қойсаңыздар болады. Сгущенкамен немесе ірімшік салып орасаңыздар да болады. Міне дәл видеодағыдай осында өте жұмсақ болып шығады, сынбайды. Жасап көріңіздер. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Альмира. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қойсаңыздар болады. Ас болсын!